Сәлем достар. Көпшілік адамдарға жануарлар жайлы видео ұнайды. Әсіресе жануарлар шайқасы туралы. Бүгінгі видеода мен сіздерге ең қызықты аңдар шайқасын көрсететін боламын. Ал видео басталмай тұрып, осы видеоға тегін лайктарыңызды аямай басып, арнамызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Видеомызды гепардтың ұжымдық аңшылығымен бастаймыз. Тәжірибелі гепард жасырынып, жемтігін аңдып тұрады. Бірақ олжасына шабуыл жасап, оны қуа бастаған кезде оған тағы 4 гепард қосылады. Мұндай қауіпті топпен олар тіпті буйволды да жеңіп шығары анық. Сондықтан оларда бұл кішкентай аңмен ешқандай да мәселе жоқ. Ал келесі видеодағы оқиғада кішкентай импаланың су бетіндегі жағадан тым алыс жаққа қалай өтіп кеткені белгісіз. Ал жағаға қолтырауын шыққанда байғұс импалада ешқандай таңдау болмайды. Жалғыз амал судан тезірек секіріп өтіп, арғы бетке қашып кету. Импаланың қашуға әрекет жасағанын көрген қолтырауын бірден оның соңынан қуа жөнеледі. Су сиыр оны құтқаруға тырысқанымен үлгермейді. Қолтырауын жемтігін тістеген күйде су астына тартып әкетеді. Ал келесі видеода сіздер пуманың аң аулау сәтін көре аласыздар. Ол түйе тұқымдасына жататын ламаға шабуыл жасамақшы. Бірақ бүгін ламаның сәтті күні сияқты. Пума қанша әрекет жасаса да, оны жемтігіне айналдыра алмады. Тіпті соңында жыртқыш аңның достары келіп көмектессе де, лама дес бермеді. Ақырында олар кері шегінді. Лама құтқарылды, ал пумалар ем қабылдау керек. Ал бұл видеода жас қаршыға көкекті ұстап алды. Және оны басқалардың көзінше шыбын жанның көзіне көрсетті. Көкек қашуға ұмтылғанымен оған күші жетпеді. Шамасы оған адамдардың көмегі ғана қажет сияқты. Әрине барлығына да мұның немен аяқталатыны қызық. Жас қаршыға жай ғана оның үстін шұқып, қауырсынын жұлды. Кезекті видеода импалалар су ішіп жүргенде аяқ астынан леопард шығып, судың ішінде жүрген бір импаланы ұстап алады. Азулы жануар өз жемтігін ағаштың қасына апарады. Кенет біраз уақыттан кейін су ішуге келген гиена леопардтан жемтігін тартып алуға тырысқанда импала босап кетіп қаша жөнеледі. Леопардтан не істерін білмей сасқалақтап сол маңнан тайып тұрады. Нәтижесінде гиена импаланы құтқарып жібереді. Ал бұл күлкілі сәт адамды таң қалдырмай қоймайды. Мен өмірімде бірінші рет екі қояның шайқасын көріп тұрмын. Ал сіз ше? Өз ойыңызды комментарийге жаза кетіңіз. Ал келесі жануарлар шайқасына менің ешқандай айтар сөзім жоқ. Жай ғана көріңіз. Достар, егер видео ұнаса арнамызға жазылып, осы видеоға тегін лайктарыңызды аямай басып, арнамызды қолдап кетіңіз. Бүгінге осы. Келесі видеода кездескенше.